Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қалалық ақпараттық кітапхана жүйесі Әл-Фарабидің 1150 жылдығына 1000 жылдықтың дана ғұламасы атты онлайн конференция ұйымдастырды. Шара барысында Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің Әл-Фараби орталығының директоры Мейірбай Бекжан Берікбайұлы орталықтың атқарып жатқан жұмыстары туралы қызықты деректер келтіре отырып баяндап берді. Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры Тұрысбек Сағынбекұлы Рахымжан Әл-Фараби мұраларындағы тәрбие тағылым туралы өзекті ойларымен бөлісті. Шоқан Уәлиханов атындағы университеттің проректоры, тарих ғылымының кандидаты Амынай Асылбайұлы Сейітқасымов шығысын ұлы ойшылы Әл-Фараби және заманауи ұрпақ тәрбиесін сабақтастығы тақырыбында баяндама оқыды. Қатысушыларға өркениет шырақшысы атты бейнеролик көрсетіліп, ұлы даланың ұлы тұлғасы атты кітап көрмесі таныстырылды. Шығыстың ғұлама ойшылы Әл-Фараби көптеген ғылыми мұралар қалдырды. 160-тан астам трактаттар жазды. Осы еңбектері әлемнің көптеген тілдеріне аударылды. Атап айтар болсақ, араб, парсы, түрік, латын, неміс, француз, орыс, қазақ, өзбек, тәжік және тағы да басқалары. Бірақ та бізге ұлы ойшылдың 80-нен астам шығармалары ғана жеткен. Әл-Фарабидің шығармашылығына қатысты отандық және шетелдік ғалымдар көптеген зерттеу жұмыстарын жасады. Соның нәтижесінде Әл-Фараби есімі бүгінгі күнге жетті.